Нағы не болып қалды? Нормально өтіп бара жатыр едік қой. Сәлем достар, бүгін сіздермен мен Ера. Бүгін біз осы алымның симуляторын ойнайтын боламыз. Алдыңғы видеода жұмыстардың бірінші дәрежесін бітірген болатынбыз. Ал бүгінгі видеода болса ақтауға дейтін деп ойлаймын, ойдамын. Так, бірінші жұмысқа кіреміз сразу. Бірінші КамАЗдікін таңдаймыз. Мына жерде 3 дәреже ғана бар екен. Онда есе кеттік. Тағы да Ася деген ағаға мындай заттарды жинауға көмектесу керек екен. Мына жерде бір гайка жатыр. Мына жерде бір шестеренка. Бір нәрсе. Кеттік. Келесі жұмысқа. Тура алдындағындай болыпты. Егер алдындағы жұмыстар болса, шек күшті болушы еді. Өйткені сіздерге ана қыстырауын көрсету үшін алдында видеода айтқанды. Есі жұмыс. Бәрік точкаларды өт. Бәрік нүктелерді өт. Бірақ нормально. 800 рубльға. Нормально. 1000 рубль. Что? 5000 теңгеге бөлеш. Кайф қой. Бітті. Міне. Мына ұрықшыларды машинамен қақып кету керек. Қалай болса да жаман болса да қақып кету керек екен. Өйткені олар біздің капустамызды ұрлап жүр. Капуста дегенде орам жапырақ. Соны ұрлап жүр екен. Соларды біз қақып кету керекпіз. Енді ойламаңдар енді бүйтіп өлтіріп жатырмын деп. Оларды просто жай ғана бүйтіп шок қалдырып жатырмыз. Таңғалып қалды олар. О май гад, не деген, мынау мені қақып кетті деп ойлады да. Соны потом кішкене жата тұрады да, ойын кетеді. Так, Гриша деген ағамызға көмектесейік енді. Мына торғардан балықтарда үшін. Келесі жұмысқа кеттік. Ондай болса келесі жұмысқа кеттік. Міне айттым ғой. Міне машинаға отырамыз да басқа ұғылар қызымызды дискотекадан алып шығамыз. Міне біздің қызымыз. Енді қызымызды клубқа апарамыз, не по тема. Жестко көрінуді. Так, клубқа кірсін дейді, біздің қызымызбен бірге. Анька, сен бір нәрсені шатастырып алдың, мынау менің қызым, тез жаныңдарда депті. Енді тағы КамАЗды өтейік, білет. $600 рубль. Придержим. Алты. Ондай болса келесіне кеттік. 3-3. Жеттік уже. Тағы да бітірдік біреусін. Бітті уже біреусін дегенде Гриша ағамыздың жұмысын. Нағы не болып қалды? Нормально өтіп бара жатыр едік қой. Ну, енді нормально да енді
жолмен болмаса да нормально жүрдік қой, чуть-чуть шығып жейтін. Жалғасы бар. О, біттім мен. Бірінші бөлімді бітірдім. Жеңдім ғой. Уф. Мә. Ұшырдым ғой помын. Ема, апа. Бер қарай кейін. Даже. Ема. Апан атым. Апан ат жоқ екен. Мә. Ема, ұшты ғыны. Жосқы. Ұш кеткен. Ема, басы кір кеткен ғадаш. Уф, бітірдім ғар ендегенде ана. Анау аяқта тұрды өші түсінбедім. Япма-я. Так. Ал бағанағындай бағанағындай қате оқып соққан етпей жатыр депші. Келесі жұмысқа кеттік. Осындайды ше, бірінші өлеңге не үшін оқым еді, бағана КамАЗдың бірінші жұмысында малдар екесін. Мен жауаша. Мұна сен оңки деп отқанша. Так, ой. Мен жауасы қашан болады екен соны. Енді оның үстіне қойтыз. Сөйтуге болады екен тағы да енді. Сонда істеуге болады енді. Тағы да өптісідік, тез. Бітірдік, келесіне кеттік. Көрінбейтін боққаған, білемін. Оға дейін басқа штеңе басып қойды. Сонда бір бак бар екен. Ойында көрген кезде қорғатыншы. Бір ойын бар да, Freeway City деген. Бұрында мощный болғаншы, соны ойнау бәрін соған ойнайтымыз бірге ойын қосу бапшы. Ал қазір осы ойында өте қатты обновление шығып атқан жоқ. Если что, сендерге не деп айтсам болады, көрсетем потом. Осыны бітіргеннен кейін көрсетем келесі видеода. Черт екенсің ата бар өш. Бізге и болды. Наконец-то өтіп біттім, есть. Бітпедім де ойлап жүрмін ғой. Бағанан бер. Есеп өтіп біттім ғой. Мен тағы да бір дәреже қалды. Так, бізде сразу үйде арақ тұр. Не аптысы еще? Ашылмапты. Так, шығайық та. Бірінші бізде арықты керу. Вақтыра сайық. Кетті. Аны дын. Так, үйді ауыстырақ сразу. Так, 30 мыңға бізде 70 мың. 50 мыңға сатып алсайық. Установить. Все. Мен бай болып кеттім, мен көріндім, мен мощныймын. Мне сразу кіре салсаңдар, дәуде үйім тұрады. На жақта бір гаражым тұр.
Міне ол жерде мен өзім бір ғана жалғыз машинам ғана тұр. Айтпақшы машина сатып керек еді бізге үй емес. Ну ладно, ештеңе етпейді. Мына жерде бір үй. Міне айттыңдар ғой, осы жерге бір айтып едім ғой, осы жерге бір нәрсе болады. Мынау короче, кәдімгідей біздің үйіміз обновленный нәрсе ғой. Жер кеңейіп, не сияқты. Жер кеңейген бүйтіп сарайы бар деген сияқты. Бір үйді өзгерте берген ғой, жақсарта берген ғой. Міне кәдімгідей бір прихожий бар. Бұрышта бір краска тұр, көккенбек. Краска деген бояу тұр. Мына жерде комнатамыз, біздің бөлмелеріміз өте күшті екен. Отырып алған соң прям. И чё? Не шықты? Міне мына жерде печкамызға қалыпты сол күнше. Енді не істейміз? Диван. Кровать. Ұйықтаймыз ғой. Ой, зачем біз? Ой, неғып ұйықтаймыз, ема, ұйқым кеп тұрған жоқ. Үйді көріп атыр едім. Ұмыт кеттім ғой, бір жерде ұйықтайтынымызды. Әзір реклама болады. Мына жерде телевизор бар екен, бірақ осы істемейді. Ну, нормально екен, ондай өсе үйіміз бар ғойшы. Ондай өсе бізге машина көру керек. Машина көру керек бізге. Машина көру керек. Енді жүрейік, енді машина кеп, машина апарып, машина кеп десем. Гаражда не бар? Ну, гаражда өте қатты ештеңе жоқ екен. Машина 20 мыңнан басталады екен. 25 мың и 30 мың. Ең мощный қайда тұрмыз? Малиновкадан басқа. Біз Малиновкада тұрмыз ғой. Түсінді ма? Малиновка деген ана 10 реклама көру керек қой. 55 мың. Ну, 55 мың қымбат қана слишком. Біз хотя бы 25 мыңға ауыстырып қояйық. 25 мыңға нормально. Міне. Бұдан да жақсыраған алғадық. Если что, потом сендерге көрсетем. Сіздерге, сендерге. Потом басқа машина алады. Пока что ойбай шығамайды қоты. Пока что мынаны көріп ойық. Шын. Ну, ішінде сиденьесі өзгеріп, потом сырты өзгеріпті. Ну, өте қатты разница көріп тұрған жоқпын. Ну, скорсы болмаса енді. Скорсы енді кәдімгідей мощный екен. Кәдімгідей керемет екен скорсы. Айуан екен. Енді болса біз не істейміз? Все, қазір есіме түсті. Жұмыс істейміз. Енді біз тракторға отырғанбыз. Міне трактор идея аламыз енді. Реклама. Міне енді мынандай КамАЗ айдай аламыз. Ну, бізге өте қатты қызық болып тұрған жоқ. Ну, нормально. Деп ойлаймын. Ондай болса біздің видеомызды аяқтайық. Негізі. Сонымен біз бүгін болса орыс ауылының симуляторын бітірдік. Ну, бітірдік деген кішкене қалды ар жағында. Но маған өте ол қызық болып тұрған жоқ. Егер сіздерге қызық болса, мен потом кейінірек түсіретін боламын. Қазір болса осы ойынды аяқтайық. Сіздерде бұл видео өте қатты ұнаса, каналға подписка жасап, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Ал сіздермен бүгін болған мен Ера. Сізмен қоштаспаймын. Сау болыңыздар.